Қайырлы күн, құрметті достар, сіздермен бірге 120 секундта қаржылық сауаттылық айдары. Француз ғалымы Жорж Луи Бюфон ең қымбат шығын уақыттың босқа кеткені деген екен. Сондықтан үлкен шығынға батпау үшін күнді дұрыс жоспарлап, уақытты үнемдеуге көмектесетін амалдар туралы айтып бермекпіз. Назарларыңызда қаржылық сауаттылықты арттыратын 120 секунд айдары. Ең басты ереже, күнді жоспарламас бұрын алға мақсат қойыңыз. Мақсатыңыз ұзақ мерзімді болса, күнде қайталанатын әрекеттердің арқасында арманыңызға жетесіз. Келесі қадам осы тапсырмаларды қашан орындаймын деген сұраққа жауап іздеу. Яғни, мақсатыңызға апаратын істерге уақыт белгілеңіз. Күніңізді жоспарлағанда помодоро тәсілін байқап көріңіз. Ең алдымен уақытты тығыз тапсырмаларды жазып алыңыз. Уақытты дұрыс пайдаланудың тағы бір тәсілі таймермен жұмыс істеу. Қандай да бір тапсырманы орындамас бұрын таймерді 25 минутқа қосыңыз. Яғни 25 минут жұмыс істеп, 5-10 минут үзіліс жасаңыз. Жалпы, уақыт үнемдеудегі басты қиындық жоспар жазу емес, сол жоспарды ұмытпай орындау болса керек. Бірақ қазіргі заманда күн тәртібін телефондағы түрлі қосымшалар арқылы орындап отыруға болады. Біз сіз үшін керекті бағдарламалар тізімін жасап шықтық. Бірінші қосымша бәріміз білетін ескертпе. Яғни, телефондағы блокнотқа тапсырманы рет-ретімен жазып аласыз. Trello қосымшасы. Бұл виртуалдық тақтаға бір күннің, бір аптаның, немесе бір айдың жоспарын жазуға болады. Google календар қосымшасы да күнді сәтті жоспарлауға мүмкіндік береді. Соңғысы Habit немесе Habit қосымшалары. Бұл бағдарламалардың ұқсастығы көп. Көбінесе күнделікті жоспардың қаншалықты орындалғанын көрсетіп тұрады. Біз атаған қосымшалардың барлығын ғаламтордан тегін жүктей аласыз. Мақсатыңызға қарай бұлардан басқа да бағдарламаларды байқап көруге болады. Ең бастысы ізденуден таймаңыз. Қорытындылай келе, біздің айтарымыз ұлы арман нақты мақсаттан тұрады, ал мақсатқа күнделікті үздіксіз еңбектің арқасында жетесіз. Сондықтан әр минутыңызды, әр сағатыңызды, әр күніңізді босқа өткізіп алмаңыз, себебі өміріңіз осы сәттерден тұрады. Сіз қаржылық сауаттылықты арттыруға арналған 120 секунд айдарын тыңдадыңыз. Келесі жолы қандай тақырыпты қамтыған видео көргіңіз келеді? Пікір қалдыра отырыңыз.